Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Азиза. Бүгін осындай бір ғана жұмыртқадан жасалатын өте дәмді пирог жасайтын боламыз. Сондықтан да видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды және оның үстіне қантымыз саламыз да венчиктің көмегімен жақсылап ағарғанша араластырып алатын боламыз. Мінекей осындай болып ағару керек. Енді оның үстіне сүтімізбен және де оның үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Содан кейін тағыда жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Содан соң електен осылай ұнымызбен қопсытқышымызды салып, жақсылап електің ішінде араластырып аламыз. Содан соң оны бөліп салып, араластырып алатын боламыз. Бірден салып жіберуге болмайды. Осылай бөліп салып, араластырып алатын боламыз. Енді формасына пергамент қағазын төсеп, түбін осылай майлап алатын боламыз. Содан соң массамызды салып, жақсылап ұрғылап алатын боламыз. Ауалары шығуы керек. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз.